Серік, тамағыңды асықпай іш. Абасы өзім, репетицияға келді. Дана туралы спектакль қоятын болдың ба? Өзіңе кесір тиіп жүрмей ме? Әйелінің атағын шығарғалы жүр демесін? Апа, Дана атағын шығаруға лайық емес пе? Қайта бәрі менің әйелім мықты екенін көріп, іштері күйсін. Олым, сен қатты өзгердің. Бірақ маған осы мінезің, осы қалпың көбірек ұнайды. Апа, мен көп нәрсені түсіндім. Және барымды бағалауды үйрендім. Өте дұрыс айтасың. Бірақ Тұрсын марқұмның сенің осылай өзгергеніңді көрмеген өкінішті. Өзім де осы жайлы көп ойлаймын. Егер әкем тірі болса, өміріміз қалай болар еді деп елестетуге тырысамын. Бәрі әкем айтқаннан кейін басталды ғой. Байғұс Тұрсын. Өзінің отбасының бақытты болғанын қалады. Бірақ оның қалдырған мұрасы отбасымыздың шырқып бұза жаздады. Апа, жыламашы. Апа, бәрі артта қалды. Жыламашы. Әке, қара, мен газет әкелдім. Оның қандай газет екенін көрсеңіз ғой. Соңғы кезде тағдыр мені сынақтың астына алды. Мен ең ауыр кезең артта қалды деп ойлаған кезде жаңа бір соққы алдымнан шықты. Балам, не жазыпты? Сандырақ, бұл мақалада бір шындық жоқ, апа. Әке, онда мен бұны апама көрсетсем болады ғой. Мына суретте апам әдемі шықты. Жоқ, Әліби, бұл газетті апаңа көрсетуге болмайды. Бұл жайлы білмеген дұрыс. Балам, бұл мақала жайлы, сурет жайлы, апаң айтпаймын деп маған уәде бер. Неге, әке? Әліби, екеуміз ойын ойнайық. Апа, ешқандай ойынның керегі жоқ. Әліби үлкен жігіт, сондықтан да шындықты білген дұрыс. Балам, бір жаман адамдар апаңның жүрегін ауырту үшін осындай өтірік мақала жазыпты. Бұл жерде апаң туралы жазылғанның бәрі жалған. Сен білесің ғой, егер апаң мына мақаланы оқыса, жүрегі ауырып, қамығып қалады. Ал апама қамауға болмайды. Оның ішінде кішкентай бөпе бар. Дұрыс айтасың, балам. Апа, мына газетті қықпай мен қазір келемін. Не ойың бар, балам? Кейін айтам, апа. Әже, мына газетті тезірек тығыңызшы. Қазір. Ойбай, қайда тықтым? Ал мен қазір апам оянды ма көріп келейін. Жарайды. Жанат, Не болды? қара. Не біле? Мына газетті қайдан алдың? Таңертең сүтке барғам. Не істейміз? Дастан Сұлтанов. Ақ бәлем. Тауып алып мына газетті аузына тығам. Мындай газеттердің барлығын беріңізші. Апа, сіздің шашыңыз өте әдемі. Өзіңіз де сұлусыз. Рахмет, ұлым. Дана, Ау? ояндың ба қызым? Иә, апа, сізге үй шаруасына көмектесейін бе? Егер басқа жұмысың болмаса? Орталықтың есептерін бір тексеріп шығайын деген, бірақ ол асығыс емес, сосын қарармын. Апа, бүгін біз саябаққа барамыз ба? Мүмкін ол жерден Бақтаға мен Касперді кездестіретін шығармыз. Тек бүгін емес. Баққа басқа бір күні барарсыңдар. Мен нан ашытып қойып едім.
Соған көмектерің қажет болады. Жарайды апа. Саябаққа екеуміз кешке барамыз. Сөйтеміз болады? Кешке дейін нанды пісіріп үлгермесекші. Қазір. Алло? Дана, саламатсың ба? Менің даусымды естігіңді келмейтін шығар. Бірақ саған маңызды бірдеңе айтуым керек. Гүлшат, мен сізге ренжіп жүргем жоқ. Болған іске сіз кінәлі емессіз. Кінәлімін. Қылмыскерді өмірге әкеп, өсіріп жеткізген мен. Және Ильястың маған ота жасату үшін сені өлтірмек болғаны өмірімді одан сайын тозаққа айналдырды. Бірақ қазір әңгіме мен жайлы емес. Дана, мен ұлымен кездестім. Оған шындықты айт деп жалындым. Иә, ол жазасын тартуы тиіс. Бірақ оны бұған итермелегенде жазасыз қалмау керек. Рахмет. Жанат, мынау сол. Қой ұқсамайды ғой. Сол деймін. Менің суретші екенімді ұмыттың ба? Мен адамның түрін бір көргеннен жаттап алам. Кешіріңіз, сіз Дастан Сұлтановсыз ба? Иә, мен. Мақаламды ұнатып қолтаңбалайын деп пеніз? Қолтаңбаны мен берем сізге, ұқтың ба? Не істеп жатырсың? Құрбыңыз жайлы не жазғанын көрдіңіз бе? Бұл не? Дана Байжігітова өзіне тиесілі ғимаратты жөндеу үшін кейін оның ішінен мүгедектер орталығын ашпақ болған. Өтірік мүгедек болған. Иә, Дана алаяқ екен. Ол ешқашан мүгедек болмаған. Арба мініп халықтың алдына шыққанның бәрі спектакль дейді. Оның бәрі жалған. Сосын оның ешқандай орталық ашатын ойда болмапты. Тек мемлекет есебінен өзінің ғимаратын жасап алсам болды депті. Дана олай ешқашан жасамас еді. Дәрігер Самат қайда? Білмеймін, өзінде шығар. Маған онымен тез арада сөйлесу керек. Жалған мақала туралы кім жаздырды? Неге жалған? Мен Байжігітованың жүре алатын туралы біреу айтқан өз құлағыммен естідім. Кім айтты? Мен оны айта алмаймын. Жарайды онда. Фермадағы мал азығын сақтайтын шұңқырға апарып тастасақ, өлігін ешкім іздей қоймайды шығар бұның. Жіберіңіздерші, сіздердің бүйтіп істеуге қақыларыңыз жоқ. Одан да оны бірден тыңайтқыштарға қосып жіберейік. Экологиялық таза өнімдер органикалық қалдықтардан жақсы өседі деп едің ғой. Жарайсың. Қалай ойыма келмеген? Тоқтаңыздаршы. Мен бәрін айтам. Тек қолыңызды алыңызшы. Алайд. Серік, не істеп жатырсың? Ескі заттарды өтеп жатырмын. Өзің қалайсың? Жақсы. Бүгін қандай жұмыстарың бар? Апама нан пісіруге көмектесу керек. Әлибеге кітап оқыту керек. Сосын орталықтың есеп шоттарын қарап шығуым керек. Сенде ше? Мен театрға барамын. Тұсаукесерге дайындалуымыз керек. Әлі көп нәрсе піспей жатыр. Бұдан бірдеңе шыға ма жоқ па білмеймін. Әрине шығады. Сен мықты режиссерсің. Біз саған сенеміз. Рахмет. Дананың емдеуші дәрігері ретінде мұның жалған екенін сізден артық кім біледі? Иә, мұның бәрі жалған. Дананың жүруге талпынуы рас, бірақ талпыну мен жүру екеуі екі түрлі нәрсе. Демек, Дананың ешкімді алдамағанын, өтірік мүгедек болып жүрмегенін дәлелдеп бере аласыз ғой? Гүлшат, түсінесіз бе? Менің ешкімге де ештеңке дәлелдеуім қажет емес. Егер де өзінің омыртқасының суреті болса, егер де медициналық картасы болса, соның өзі жеткілікті. Бірақ мен бір нәрсені түсінбей тұрмын. Оның үстіне жалған мақала жазып, Данаға жала жабу кімге керек? Оны өлтіре алмағандар енді оның жанын жаралап, рухани жағынан жоқ қылмақшы. Дананың дұшпандары бар екені сізге де құпия емес қой. Солай емес пе? Иә, оның бәрін білем. Сол кезде сіздің айтқыңыз келгені мына орталықтағы ғимараттың кесіріне ме бәрі?
Әрине соның кесірінен. Біреудің оған жақсылап көзі түсті. Соның арқасында байымын деп ойлап, бірақ данадан тартып ала алмағаннан кейін өшігіп жүрген ғой. Не істейміз? Бұл өтірік деп көпшілік алдында айтуымыз керек. Қазір мен журналистер жинайын. Сіз оларға шын мәнінде қалай болғанын айтып беріңіз. Жақсы ма? Жарайды, Күлшат, мен қолымнан келген бәрін жасаймын. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сізді Дана Байжігітованың ісімен айналысып жатыр дейді, солай ма? Айналысқан. Бірақ біз оның өміріне қастандық жасаған адамды таптық. Ол кез түрмеде. Кешіріңіз. Сіз кім боласыз? Мен досымын. Сондықтан айтарым, бұл істі жабу әлі ерте. Қазір. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Кәсетті көрсет. Міне. Дананың дұшпандары оны өлтіре алмағаннан кейін, оған рухани шабуыл жасауға кіріскен сияқты. Сіз бізге көмектесуіңіз керек. Жарайды жаным, кешікпей келуге тырысың. Сәтті күн болсын. Рахмет. Кешіріңіз, Дана Байжігітова осы жерде тұра ма? Иә, ол мен. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Демек, бұл сізге. Осы жерге қолыңызды қойыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сіз мақаланы жазарда, ондағы фактілерді тексермедіңіз бе? Маған осы оқиғаны айтып берген адам бұл 100% ақиқат деп ант берді. Мұнда бір ауыз шындық жоқ. Жанат, айтшы? Жоқ, әрине. Дана ешкімнің ала жібін аттаған адам емес. Мен адам тани білем. Сіз не психологсыз ба? Мен одан зормын. Базарда қарбыз сатам. Білмесеңіз біліп алыңыз. Адам танымайтын адам ешкімге ештеңе сата алмайды. Жарайды. Бұл мәселені өзім шешермін. Бірақ біліп қойыңыз. Егер мақалаңыздағы жазылған жайттар өтірік болатын болса, бұл үшін сіз жауап бересіз. Және жазған мақалаңызды терістеп, қайтадан мақала жариялайтын боласыз. Дұрыс. Дұрыс. Егер Сұлтановтың айтқаны дұрыс болса, бұл жігітті қыспаққа алғандарыңыз үшін сіздер жауап беретін боласыздар. Бұл жағынан қорықпай қойсақ та болады. Мен Данаға сенем, өзіме сенгендей. Мен де. Әже, ана жақта апам жылап отыр. Апаң қайда? Не болып қалды тағы да? Аулада, ана жақта. Қазір, Құдайым ай. Әже, тез жүріңіз. Қызым ау, мына өтірік газетті неменеге оқып отырсың? Бұл жалған мақала ғой. Олар неге маған соншама өшігілі апа? Оларға сонда маған істегендері аз болып тұр ма? Мұның артында кімнің тұрғанын білем. Тұра тұр бәлем қанат. Құлыным, сен апаң қасында тұра тұр. Мен қазір келем. Көрсететін көрсетейін. Апа, мен сізді үйге кіргізейін. Апа, сізге не болды?
Әже, апама бірдеңе болып қалды. Апа, өтінем тұршы. Апа! Дана, қызым. Апа! Апа! Алло. Апа, тұршы. Жедел жәрдем. Газет оның қолына тиді деп ойлайсың ба? Ол жағын білмеймін, тиген шығар. Абзал Серікұлы, сізбен сөйлесейін деп едім. Саған не керек? Ақша керек болып тұр. Көп пе? Жалған құжат жасатып, елден шығып кетуге жететіндей ақша керек. Менің суреттерім барлық полиция бөлімшелерінде ілініп тұр. Ертеме кешпей мені ұстап алатын өзіңіз жақсы білесіз. Оған менің қатысым қанша? Ол сенің проблемаң. Сенің былықтарың үшін мен неге зиян шегуім керек? Бірақ сіз маған ақша берем деп уәде беріп едіңіз ғой. Орталықты алып берсең берем деген. Одан айырылып қалдық. Енді мен саған қарыз емеспін. Керісінше, мені шығынға батырғаның үшін мен сенен ақша талап етпегенім рахмет айт. Демек сіз маған көмектеспейсіз ғой, солай ма? Мен саған ненің құрметіне көмектесуім керек? Жарайды онда. Біліп қойыңыз, егер мені ұстап жатса, бар білгенімді айтам. Ештеңені жасырмайым. Есіңізде болсын, осының бәрін ұйымдастырушы ретінде бәрімізден көбірек мерзім алып кетіп қалып жүрмеңіз. Енді солай сайрадың ба? Мені боп солайын дедің ба? Жарайды, көрейік. Бірақ мұныңнан ештеңе шықпайды. Неге шықпайды? Маған қарсы ешқандай дәлелің жоқ. Сен сөзіңді дәлелдей алмайсың. Есіңде болсын. Бұдан былай, сен мені, мен сені танымаймын. Тағы да есіңде болсын шірік. Егер маған қарсы сөйлейтін болсаң, менің жігіттерім сені көрден болса да тауып алады, ұқтың ба? Онда жоғал бұл жерден мен қақарыма мінбей тұрғанда. Абзал Серікұлы, мүмкін оның шын мәнінде полицияға ұстап беріп жүрер. Керегі жоқ. Оны өлтіреміз де басымызға бәле тауып аламыз. Өзің ойлап көрш. Өзі қалаяқ, өзі адам өлтіргіш. Соның сөзіне сене ме? Жоқ әлде сыйлы, құрметті. Менің сөзіме сене ме? Дұрыс айтасыз, Абзал Серікұлы. Жақсы. Не болып қалды? Ол ана қарғыс атқыр газетті оқып қойыпты. Қайдан алғанын білмей. Сонда оған не болды? Дәрігерлер не дейді, апа? Оның түсік тастауы мүмкін дейді. Құдай сақтасын. Олар қолдарынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Бірақ Серік... Сабыр, апа. Мен Дана Байжігітованың емдеуші дәрігер ретінде бұл мақаланың басынан бастап соңына дейін жалған деп айтқым келеді. Ал сіз оны дәлелдеп бере аласыз ба? Иә. Біздің ауруханада оның омыртқасын, арқасын түсірген қағаздар бар. Және де медициналық картасында оның денсаулығы жайлы барлық мағлұматтар бар. Бірақ ол мағлұматтарды сіздердің газеттеріңізге бере алмаймын. Өйткені дәрігерлік этикаға жатпайды ол. Егер де құқық қорғау органдарына керек болса, бұл мағлұматтарды мен көрсете аламын. Жарайды, түсінікті. Сіз Дананың өзінің жүре алатынын мойындап, оны құпия сақтауды өтінгені туралы не айтасыз? Иә, расында Дана екеуміздің арамызда бұндай әңгіме болды. Бірақ бұл әңгімеде оның аяғына жан кіру жайлы айтылған болатын. Адамның аяғына жан кіру және де толықтай жүру, ол екеуі екі түрлі әңгіме. Рұқсат болса, мен де бір-екі ауыз сөз айтсам деймін. Дана екеуміз
осы ауруханада таныстық. Және оған бұрынғы бишіге мына мүгедектік арбаға таңғылудың қаншалықты ауыр екенін өз көзімен көрген адаммын. Жоқ, тұра тұрыңыз, тәте, мен сізді танып тұрмын. Сіз Дана Байжігітованы өлтірмек болған жігіттің анасысыз ғой. Мен сіз сот залында көргем. Иә. Дананы өлтірмек болған менің ұлым. Және мен сол үшін қатты ұялам. Бұл сұмдық. Бірақ бұл өмір. Ұлымның бұл қылмысын ешқашанда кешіре алмайым. Кешіре алмайым. Болды, Гүлшат, сабыр етіңіз. Егер де басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі баспасөз мәслихат жабылды деп жариялаймын. Жүріңіз, Гүлшат, палатаңызға апарып тастайын. Дана, бәрі дұрыс па? Иә, апа. Дәрігерлер баламды сақтап қалды. Періштесі бар екен, қайта құдай сақтап тапа. Оған жақсы күтім қажет. Жақсы. Жарайды. Дана, Апа, менің жалғыз қалым келеді. мен саған кедергі келтіріп тұрмын ба? Жоқ, апа. Мен шаршадым. Қатты шаршадым. Апа, Дананы қалай? Сосын сөйлесесің. Апа, Қазір оны жалғыз қалдыру керек. Жүр балам, сосын кейін. Жүр деймін, жүр. Мен күресіден жалықпадым. Ал тағдыр мені сынаудан жалықпады. Бірақ мен әлім құрып, күшім сарқылғанда махаббаттан нәр алдым. Жақындарымның, баламның, достарымның маған деген махаббатынан, қамқорлығынан. Олар маған артылған жүкті өздеріне түгел ала алмаса да, маған артылған жүкті барынша жеңілдетуге тырысты. Сол үшін менің оларға деген алғысым шексіз. Сіз мені мына мақалаға бола үнемі шақыртып отырасыз ба? Қажет болса, сені сағат сайын шақырам. Мен сіздің мақалаңызда айтылған фактілерді түгел тексеріп шықтым. Сізге Дана Байжігітовадан кешірім сұрап, мақалаңыздағы айтылған фактілердің жалған екендігі туралы хабар беруіңіз керек. Иә, әрине. Мен бәрін істеймін. Дұрыс. Енді сен маған мынаны айт. Осы мақалаға тапсырыс берген адамдардың маған аты жөн керек. Бұл мүмкін емес. Маған ақпарат берген адамдардың есімін мен ешқашан жариялаған емеспін. Бұл журналистік құпия. Мүмкін. Егер дәл қазір осы жерде аты жөндерін айтпайтын болсаң, сыбайлас ретінде сотталасың. Алаяқтық қылмас, адам өміріне қастандық жасау қылмыс бойынша. Қалай қарайсың? Жарайды. Мен бәрін айтам. Дана Байжігітованың хикаясы одан сайын қызып келеді. Журналист Аслан Сұлтанов өз мақаласында Дананы айыптағаннан кейін Дананы жақтап шыққандар көбейді. Оны емдеуші дәрігер тіпті бүгін баспасөз мәслихатын өткізіп, мақалада жазылғанның бәрі жалған екенін айтты. Мен Дана Байжігітованың емдеуші дәрігер ретінде бұл мақаланың басынан бастап соңына жалған екенін жарайды, түсінікті. Сіз Дананы өзінің жүре алатынын мойындап, оны құпия сақтауды өтінген туралы не айтасыз? Иә, расында Дана екеуміздің арамызда бұндай әңгіме болды. Бірақ
бұл әңгімеде оның аяғында жан кіру жететін болады. Адамның аяғында жан кіру және толықтай жүру, ол екі биіктен әңгіме. Осымен бұл хикаяға нүкте қойылды. Және де бұл дамдамай Дана Байжігітованың өз жақтастарымен бірге ұйымдастырмақ болып жүрген мүгедектер орталығының мүмкіндігі шектеулі жандарға есігін айқара ашуына кесірін тигізбейді деген ойдамыз. Данажан, құттықтаймын. Рахмет. Әділеттіліктің жеңетіне сенгем. Жарайсың, қызым. Сіздерге рахмет. Бірақ орталыққа қатысты туындап жатқан түрлі дау-дамайдан кейін жөндеуді аяқтауға ақша таба алмайтын шығармыз. Бізде бар ақша жөндеу мен жиһаз сатып алуға кетіп қалды. Жақында ғана есеп шоттарды тексердім. Онда дым жоқ екен. Ақшаға бола уайымдама. Бірдеңе ойлап табамыз. Оның рас. Сырлау, ақтау керек болса, мен көмектесуге әрдайым дайын. Иә, мен де көмектесуден қашпаймын. Маған әкем шеге қалқып жүретті. Баршаңызға рахмет. Сіздерсіз мен не істер едім? Ой, жаным ау. Рахмет. Айгерім, өтінем сен арбадан қорқпашы. Бұл арба қазір сенің аяғың, сенің әлемің, өзгелерге деген сенің тәуелсіздігің, түсінесің бе? Серік Тұрсынұлы, мен өзімді осы арбада бір түрлі сезінем. Мүмкін бұл рөлді басқа біреу ойнаған дұрыс шығар? Ал сонда Дана арбада отырып өзін жақсы сезінеді деп ойлайсың ба? Пандус болмай, дүкенге баласымен кіре алмаған кезде, ол қандай күйде болуы мүмкін? Сал болып отырып, өзгелерге би үйрету оңай деп ойлайсың ба? Жоқ, олай емес. Егер сен үшін бұл тек ойын болатын болса, ал мүгедектердің өмірі осы. Олар әр күн сайын жаны ауырған кезде, оны ешкімге сезірмеу үшін өмір сүреді. Біздің спектакльдің мақсаты қоғамның мүгедектерге деген көзқарасын өзгерту. Оларға толыққанды адам ретінде қарауға үйрету. Кешіріңіз. Мен дайын. Репетицияны жалғастырайық. Осы ауруханада тұруыма тура келсе де, сені жарық өмірге әкелем. Бақыт. Сәлем, Дана. Сәлем. Кел отыр. Дана, сен маған ренжіп жүрген жоқсың ба? Бақыт, не үшін? Баланы алдыр деп кеңес бергенім үшін. Жоға, о не дегені? Сен менің жағдайымды ойладың ғой. Жоқ, мен өзімді ойладым. Шынымен де сен ойлауым керек еді. Сен мені кешіресің ғой. Иә, Бақыт. Енді екеуміз бұрынғыдай дос болып қала береміз ғой, солай ма? Әрине, Бақыт. Әрине қаламыз. Екеуміздің ертерек кездеспегеніміз қандай өкінішті. Ол үшін мен өмір бақи өкініп өтетін шығармын. Серік, Дана жолда келе жатыр ма? Білмедім. Сен оған қоңырау шалмадың ба? 20 рет қоңырау шалған шығармын, тұтқасын көтермейді.
Түсінікті. Апам қалайша ғана дәрігерді көндіре алмады екен? Әкем барын салып еді. Әлібежан, апаң құрсағындағы бүпесінің жайын ойлаған ғой. Мұңайма ботам. Дана, қызым, мен дәрігерлермен сөйлестім. 2 сағатқа барып келуге болады дейді. Ал бұл балаға зиян емес пе? Дәрігер маған қозғалмай тыныш жатуыңыз керек деді. Қозғалмай тыныш жатқанның пайдасынан зияны көп. Онда қазір тезірек жиналайық, мен такси шақырайын, содан кейін барып келейік. Серік бұл тұсаукесерге барын салды. Барайық, қызым. Апа, менің де көрермен залында отырғым келеді. Бірінші қатарда отырғым келеді. Сахна артына да барып көргім келеді. Ол да соны қалайды. Жүр, жиналайық. Мен бара алмаймын, апа. Мен бармай қалсам да, Серік мені кешіреді. Бірақ, егер бөпеме бірдеңе болып қалса, мен өзімді ешқашанда кешіре алмаймын. Сондықтан мен бара алмаймын, апа. Орманға алып барайын ба? Қар еріп, гүлбайше көгеріп тұр. Көрдің бе? Олар қандай әдемі. Оны бекер жұлдым. Басқа гүлдердің ортасында тұрар еді. Оны жұлып, су қойылған вазаға салғанда не болады? Қара жерге тамырын жайып, күнге созылып өсудің қандай бақыт екенін сен білесің бе? Сені қуантайын дегем. Көктемнің лебізін сезінсін дегем. Мен мұңайып отыр деп ойладың ба? Мен бұрынғы өмірім сағынам. Бірақ бұл өмірде мен өзімді жоғалтқаным жоқ. Қаласаң, мен сені өз түсіме апарайын. Бұл мүмкін бе? Иә. Менің түсім таң атқанда жоқ болып кетпейді. Ол менімен қалып келесі түнге дейін маған күш қуат береді. Түсіндім. Бірақ бұл сенің армандарың ғой. Мен өмір сүрем. Мен жаныма үңілмей, жанымды көрмей, саған бәрі де қызық болуы мүмкін. Адамның жан дүниесін көруге бола ма? Мені сүйсең көресің. Мен көрдім. Мен сенің жан дүниеңді көрдім. Әй, күшік, мұнда не істеп жүрсің? Үніңді өшір, Абзал. Мен білгем, сенгем, сенің жаның әлемді төңкеріп, жамандық біткенде жеңетініңе. Өткен сен әрдайым менің қасымнан табылдың.
Қошеметтеріңізге көп рахмет. Бірақ бұл қошеметке лайықты адам өкінішке орай бүгін келе алмай қалды. Серік, Дана осында, залда. Мен ең бақытты адаммын. Себебі менің жарым әлемдегі ең сұлу әйел. Біз Дана екеуміз ұзақ жылдан бері қуаныш пен қайғыны бірге көріп келеміз. Дана менің өнердегі музам ғана емес, ол менің өмірімнің мәні. Мен бір адамның бойынан осыншама тамаша қасиеттердің тоғысқанын алғаш рет көремін. Дананың қасында жабырқап жүру мүмкін емес, өйткені ол айналасындағы адамдардың өмірін әп-сәтте нұрландырып жібереді. Дана жаным, мен саған дархан таза жүрегің үшін, пәк көңілің үшін алғысымды айтқым келеді. Сен менің өмірімдегі ең қымбат адамсың. Мен сені сүйемін. Мен де сені сүйемін, Серік. Әйтеуір оңаша қалдық. Қалай саған менің спектаклім ұнады ма? Сенің залда отырғанын білгенде қатты толқыдым. Спектакль өте сәтті шығыпты. Күнімен, түнімен неге жоғалып кеткеніңді енді түсіндім. Мен өмірімде ең алғашқы рет үлкен шабытпен жұмыс істедім. Айтпақшы, залда бірнеше кәсіпкерлер отырды. Олар сенің орталығыңа қаржы бөлді. Алғашқы бастамаларыңа жетіп қалады. Серік, саған алғысым шексіз. Спектакль үшін де, орталыққа жасап жатқан қамқорлығын үшін де. Бірақ мені бас кейіпкерің жасап жатқаныңа аздап ыңғайсызданып қалдым. Сен оған лайықты емеспін ойлайсың ба? Сенің маған жасаған жақсылықтардың қасында бұл түк емес. Иә, бірақ сенің кейіпкерің тұрып жүріп кетті. Ал мен енді орнымнан ешқашан тұра алмаймын. Сен мүгедектер арбасына таңылғанмен, жаны таза, жүрегіне шуақ шашатын әлемдегі ең сұлу таза жандардың бірісің. Рахмет, Серік. Сәбиражан, мына картиналарың өзі бір көлік болды ғой. Мен саған ең қажеттілерін ал деп едім ғой. Ең қажеттілері осы? Сайдалаға бар жатырмыз ғой. Біздің үйден 100 шақырым қашықтыққа дейін тірі адам жоқ. Сол себепті өзімен бірге картиналарымды, бояуларымды, мольбертімді алып бара жатырмын. Сен маған бұған дейін даланың әдемілігін, таңның атқанын, кештің батқанын саласың деп едің ғой. Әлде менің сурет салуыма қарсысың ба? Жоқ, таңнан кешке дейін салсаң да өзің біл. Таң ата сала, бір шынаяқ кофемді балконға алып шығам да, кеш батқанға дейін сурет салам. Сәбира, кешір, ол жерде балкон жоқ. Неге жоқ? Тек мені аумағы 3-3 жуынатын бөлмесі жарығы жоқ ағаш үй күтіп тұр дей көрме. Жоқ, жуынатын бөлме әр қабатта бар. Бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабатында. Тек балкон жоқ. Мен балаларым құлап кетеді деп әдейі салдырмадым. Жарайды, балконсыз ақ күн көрермін. Суретті көгалда салам. Ол жерде көгалда жоқ. Мен ол жердің бәріне жылыжай салып тастағам. Демек, мен жылдап үйде отыратын болдым ғой. Жоқ. Шатырға шықсаң болады. Ол жерде қауыз, тіпті қысқы бақта бар. Жанат, сен мен талдырып сүре жаздадың ғой. Бірден солай айтуға болмай ма?
Мен басымнан талай қиындықты кешірдім. Көп жыладым. Бірақ сүйеден, сенуден, өмірге қуанудан танбадым. Әрине жақындарымның қолдауынсыз сынып та кетер ме едім. Бірақ тағдырдың бар сынынан мүлдірмей өтіп, біз бақытқа кенелдік. Сабира егіз сәбиді өмірге әкелді. Олар даладағы, біз қаладағы атам салып кеткен үйімізде бақытты ғұмыр кешудеміз. Бірақ марқұм атамнан тек бұл үй қалған жоқ. Ол мұраға қалдырған ғимарат ішінен мемлекет қолдауымен көптен күткен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Тұрсын атты орталықты аштым. Міне, менің хикаям осы. Сізге қызық болды ма? Иә, сізді деймінді ішіме тартып отырып тыңдадым. Бірақ осымен бәрі бітті ме? Жоқ, әрине. Өмір бір орында тұрмайды. Бұл менің қызым. Бөпеміз ұйықтап жатыр. Біз сіздерге кедергі жасамайық. Жүре ғой. Демек, Серіктің арманы орындалды ғой. Иә. Осы жерден тоқтап, соңғы нүктесін қояйық.